Шынына келетін болсақ, кейбір үлкен адамдар дегенде 60 пен 70 жас аралығындағы или одан да үлкен адамдар өзінің ойларын айтып адамның қанын ішеді. Мен бәрін айтып отқан жоқ. Кейбір жақсы аталар да бар, әжелер де бар. Кейбіреуі шамалысы өзінің ойларын айтып, мына оқуға түс, мына жерге бар, мына осылай істе деп дұрыс емес нәрселер айтады. Олар көп нәрсені көрді, бірақ қазіргі әлем өте басқаша. Қазір көп нәрсе интернет арқылы жұмыс жасайды, ал олар интернеттің не екенін жартысы түсінбейді. Олар қазіргі заманды уже қазіргі заманның темасына уже кіре алмайды, короче. Олар наглый аталар кейде бір жас балдарды ұрады. Неге ұрып атсыз, неге не істеп атсыз десеңіз, бізді де баяғыда ұрды, деп соны айтады. Өзіңнің көрген нәрсеңді біреу көрген, ол обязательно емес, ол вообще дұрыс емес. Әр адам өзінің басы болады, әр адамның өзінің миы болады. Әр адам өзі ойлану керек. Мысалы, саған мамаң или папаң мына оқуға түс, мына жерге бар деп айтса, сен соған түссең, онда бұл вообще дұрыс емес. Сен не өзінің ойың жоқ, мнениең жоқ, ақымақсың ба, не мынау? Сен өзіңнің жүрегің нені қалайды, өзің не қалайсың, соған баруың керек. Себебі бұл сенің өмірің, бұл сенің папа мамаңның өмірі емес. Мысалы, папа мамаң ертең қайтыс болса, онда сен не істейсің? Сондықтан поколение дейтін болады. Мысалы, жоғарғы поколение, жас поколение, олардың арасы аспан мен жердей.